Сәлем достар! Бүгін мен сендерді табиғаттағы қауіпсіздік ережелерімен таныстыратын боламын. Бірінші ереже: сыртқа шыққанда тәрбиешіден рұқсатсыз алыстама. Серуенге шыққанда тәрбиеші мен достарының жанынан ұзап кетуге болмайды. Егер алысқа кетсең, адасып қалуы мүмкін. Тәрбиеші әрқашан сенің қауіпсіздігіңді қадағалап жүреді. Сондықтан әрдайым тәрбиешімен бірге жүр. Екінші ереже: бейтаныс өсімдіктерге жолама. Табиғатта түрлі гүлдер мен өсімдіктер бар. Олардың кейбірі адамға зиян тигізуі мүмкін. Жапырағы немесе шырыны теріні күйдіріп, аллергия тудыруы мүмкін. Сол себепті бейтаныс өсімдіктерді үзіп, иіскеуге, ауызға салуға немесе ойнауға болмайды. Үшінші ереже: жәндіктерден сақ бол. Орманда немесе далада ара, қоңыз, құмырсқа сияқты жәндіктер кездеседі. Оларды ұстап, түртіп немесе қуалауға болмайды. Ара немесе басқа жәндік шағып алса, денең ісіп, ауруы мүмкін. Сондықтан жәндіктерден алысырақ жүру керек. Төртінші ереже: тасты, шыныны, өткір заттарды ұстама. Табиғатта жерде жатқан сынған бөтелке, темір немесе тас болуы мүмкін. Мұндай заттар өте қауіпті. Олар қолыңды немесе аяғыңды жарақаттауы мүмкін. Егер сондай зат көрсең, тәрбиешіге айту керек. Бесінші ереже: суға түспе, жақындама. Көл, өзен, арық секілді су маңында ойнауға болмайды. Су терең және ағысы қатты болуы мүмкін. Егер байқамай аяғын тайып кетсе, суға құлап кету қаупі бар. Су маңына тек тәрбиешімен бірге баруға болады. Алтыншы ереже: жануарларға жақындама. Кейде табиғатта үй жануарлары немесе жабайы аңдар кездесуі мүмкін. Олар сүйкімді көрінсе де қауіп төндіруі мүмкін. Оларды сипауға, тамақ беруге немесе артынан жүгіруге болмайды. Есіңде болсын, олар сені танымайды. Жетінші ереже: қоқыс тастама. Табиғат бәріміздің ортақ үйіміз. Оны таза ұстау әр баланың міндеті. Қолданған қағаз, бөтелке, орама сияқты қоқысты жерге қалдырмай, арнайы жәшікке салу керек. Табиғатқа жанашыр бол. Сегізінші ереже: ағашқа өрмелеуге болмайды. Ағашқа шығу қызық көрінуі мүмкін, бірақ ол өте қауіпті. Ағаштың бұтағы сынуы мүмкін, ал сен жерге құлап жарақат алуы мүмкін. Сондықтан серуен кезінде жерге түсіп ойнаған дұрыс. Тоғызыншы ереже: сіріңке мен от өте қауіпті. Орманда немесе далада сіріңкемен, отпен ойнауға болмайды. Өрт шығып, адамдар мен жануарларға қауіп төнуі мүмкін. Отпен ереже: табиғатты аяла. Гүлдерді жұлма, ағаштың бұтағын сындырма. Табиғат бізге ауа, су, көлеңке, тыныштық сыйлайды. Сондықтан біз оны қорғауымыз керек. Табиғатпен дос болу ақылды баланың ісі.